Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар, және Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың және Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың назарына. Мен Жамбыл облысы, Тараз қаласы, ақыл-ойының дамуында кемістігі бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернатында 20 жылдан бері ұстаздық қызмет атқарып келе жатырмын. Соңғы жылдарда мектеп-интернатта көптеген заңсыз әрекеттер, адам құқығын аяққа таптау, жемқорлық кеңінен орын алып келе жатыр. Өз жұмысын жетік білмейтін басшылар өздерінің ойларына келгендерін жасап отыр. Бұлардың барлығын тамыр-таныспен әкеліп отырғызады, келіп алып ойларына келген істейді. Осы мектеп-интернатында әбден қудалауға түстім, жұмыс істеу мүмкін болмай, денсаулығымнан айырылдым. Бүкіл ұжымның көзінше балағаттап, жедел жәрдем шақыртуға мәжбүр болдым. Мінекей осы шағыммен әділдік таппай жүргеніме 2 жылдың жүзі болды. Осы уақыт ішінде мен Жамбыл облысын жемқорлық жайлап алғанына көзім жетті. Бұл жемқорлықты жою мүлде мүмкін емес. Өйткені олардың барлығы облыс әкімінің қарамағында жұмыс істейтін адамдар. Тіпті халықтың қамын ойлайтын бірде-бір азамат жоқ деуге болады. Егер танысың жоқ па, еш жерге шағымданба, басқалардың тепкісін көре бер деп айтқым келеді. Мектеп-интернаттың бұрынғы директоры Шілтаева Назира Дүйсенбековна және оның орынбасарлары Мұхамедрахимова Салима Атамкуловна, Аттыбаева Лиза Темирбековна, Гүлмира Оңғарбаева және өзі бұрын мемлекеттің мүлкін талан-таражға салған үшін сотты болған Есенкөл Жақанова бас бухгалтер бірігіп мектептің білімі мен беделіне нұқсан келтіріп отыр. Осының бәрін көре тұра, біле тұра, көз жұмып қарап отырған облыстық білім басқармасының бұрынғы басшысы Құрманбекова және облыстық білім басқармасының қазіргі басшысы Рахия Тұрмағанбетова оларға қолдау көрсетіп отыр деп айтуға болады. Мен осы шағыммен жүрген кезімде көптеген сорақы әрекеттердің куәсі болдым. Менің жазған шағымым облыстың әкіміне жетпейді, жарты жолдан жоқ болып кетеді. Облыс әкімінің қабылдауына мен кіре алмаймын, мені кіргізбейді, сырттан қайтарып жібереді. Сонда мен қайда баруым керек әділдікті табу үшін? Мен әлеуметтік желіге шыққаным үшін, осы мені балағаттағаны жөнінде әлеуметтік желіге шығып басым бәлеге қалды. Шілтаева Назира Дүйсенбековна және оның орынбасары Мұхамедрахимова Салима Атамкуловна мені қылмыстық сотқа берді. Ол сот судьялар бұл істі алып облыстық прокуратураға жіберді. Осы сот аяқталмай тұрып, Тұрмағанбетова Рахия Шілтаеваның қызметін одан әрі жоғарылатып, облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатына басшы етіп тағайындап жіберді, және оның қарамағындағы орынбасарлар қалды. Қазіргі келген мектептің жаңа басшысы Маханов та осы орынбасарлармен бірігіп, жемқорлықты одан әрі жалғастыруда. Бұл Махановтың өзі көзі нашар көретін балаларға арналған мектеп-интернатынан 10 жыл бұрын мектеп-интернаттағы жемқорлық жөнінен өз еркімен жұмыстан кеткен болатын. Міне, ізін суытып, 10 жылдан кейін бізге әкеліп отырғызды. Сонда қайда барсақ та қорқыттың көрі. Қашан әділдік орнайды? Мен енді қайда барам? Маған көмектесіңіздерші. Өтінем сіздерден, Қазақстан Республикасының мұғалімдері, мен сіздерге үндеу тастап отырмын. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, мен сізден әділ тексеруді күтемін. Көмектесіңіздер.